Ассалаумағалейкум, кеш жарық құрметті ханымдар мен мырзалар, қадірменді бүгінгі дүбірлі думанды тойға қуанышқа жиналған барша дүйім жұрт, қасиетті киелі мекен ежелгі Тараз Әулие-ата жерінде болып жатқан дүбірлі думанды тойымызға қош келдіңіздер деп бір шапалақ. Шынымен де ақ түйенің қарны жарылған күн керемет. Таразда бұрын соңды болмаған дүбірлі думанды той болғалы отыр. Дулат бабамыздан тараған ұрпақ, оның ішінде Мекемтас ағамыздың шаңырағы, Қуанышкүл жеңешеміздің шаңырағындағы ұлы тойға қош келдіңіздер дегіміз келеді. Мекемтас ағамыздың 60 жас мерейтойы, және де кішкентай балапанымыз, немереміз Айсұлтанның мұсылман атанып, атқа отырып, сүндет тойына қош келдіңіздер. Havasындай. Әр қазақтың үйінде қуаныш болсын, той болсын. Біздің өзім айтады, жүрген жерде, барған жерге өзім айтады, сені біріншідей тірідей көріп тұрмын деп. Негізі Рауанда мен көбіне әлеуметтік желі арқылы талай қазақтың шаңырағындағы тойын басқарып, осы керемет халықтың батасын алып жүрген Рауанға бір қол шапалақ, құрмет, қошемет көрсетіп қояйықшы. Міне, айналған бір 4-5 жылдың ішінде өзін-өзін азамат қылып, өзін-өзін міне үлкен дәрежеге жеткізіп, әулетін үлкен қуанышқа кенелтіп, абыройменен міне әулетін сүйреп жүрген Рауанға бір құрмет, қошемет. Еліміздің түкпір-түкпірінен бүгінгі Рауанжанның шашпауын көтеріп келіп отырған достары, бауырлар, қалайсыздар, жақсыздар ма? Рауанжанның абыройын асқақтатып келгендеріңіз үшін мың алғыс. Тойларыңыз құтты болсын. Рауан, маған осылай сен тапсырғаныңа рахмет. Мен өзіне де айтқам Рауанға маған шыққан кезде, әй, сен өзің тамадасың, шоуменсің, айналаңда толып тұр ғой құсын, өздеріңмен өздерің бола берсеңдерші, демалып. Өз приколдарың өздеріңде деп едім. Жоқ, аға, сіз кесеңізші, сіздің келгеніңіз жақсы деп мені осы алдыртып алып отыр. Бағана таңертең Ақтаудан бері қарай ұшып түсте қонып, қазір осы машинамен келіп отырмын. Сондықтан да бүгінгі Рауанжанның шаңырағындағы тойды сізбен біз болып көтеріңкі көңіл күйменен, абыроймен өткіземіз ғой деген ниеттеміз. Той құтты болсын. Рауанжан, рахмет. Наркенже, Серікбаева қыздарыңыз. Наркенже! Тойың құтты болсын, Рауан. Сыртыңнан бұлай өзіңе шын тілеулес әпшеңнің бірімін. Наркенже әпше, тойыма келіп не пайданы айтып берсеңіз болды деген еді. Дүбірлі думанды тойға қуанышқа шын жүрегіменен, ақ жүрегіменен, пейіліменен, кіршіксіз таза ниетіменен сіздерге дастархан жайып, бүгінгі әулетте қуанышта сіздермен бөліскелі отырған той иелері, және де ортаға біздің Рауанжанның жолдасы Дана қызымыздың, Дана келініміздің ата-анасын шақырайын. Мынау енді Айсұлтан Рауанды әке атандырған, Дананы мама атандырған, дүниеге алғаш келген кездегіде қуанышымызда шек болған жоқ біздің. Сол елдің тізгінін ұстайтын, ел ағасы болсын, құрметті азамат болсын. Нағашы апасы ретінде Айсұлтанға бір тай. Шапалақ, құрмет, қошемет. Той құтты болсын. Нағашы әжесінен бір тай Рауанжан ала ғой. Ал, керемет тойымыздар қарай жалғастырайық. Дүбірлі думанды тойымыздың төріне көптеген халықаралық конкурстардың лауреаттары біздің қазағымыздың төл өнерін дәріптеп жүрген, шетел асырып, біздің қазағымыздың абыройын асқақтатып, туымызды желбіретіп жүрген Алатау Серлері тобы. Құрмет, қошемет. Ассалаумағалейкум. Алатау Серлері. Келе ғой. Жасланға ғана рабочий микрофон берем. Жасланға ғана рабочий керек. Осы ғана живьем сөйлейді. Қалғандарында даже тіл шықпаған десең.
Өзі Алатау перілерін жақсы көремін мен. Любой жерде кездесеміз постоянно. Тойларда. Енді бұл жігіттерді көбісі айтады. Ой, Алтауын алдыртып, гонорар төлеп, Алтауына самолет төлегенше мен кімді шақырып алмайын ба деп, бірақ әншіні шақырып алмайын ба дейді да. Шынымен де выгодны ғой. 3 жыл болды, Алтау әлі жүр. Бір ортасынан екеуі кетіп қалып, төртеуі қалу деген жоқ. Өте қымбатсыңдар. Бірақ рахмет. Сіздерді не үшін алдырады халық? Ұлттық төл өнерді, қазақтың өнерін жақсы көретін адам ешқашан ақшасын аямайды. Алатау серілерге емес, ұлттық өнерге ақшасын аямау керек деп ойлаймын. Сондықтан да өнерін бағалап бір паш етіңіздер. Шабала, құрмет, қошемет. Ай, бәрекелді. Қайрат ағамызға көп рахмет. Тиіспе. Тиіспе. Абайлаңдар. Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға құрметті ағайындар. Басымызды иіп сәлем бердік. Сәлемімізді қабылдадыңыздар. Құрметті Тарас шаһары, ассалаумағалейкум. Баршаларыңызға тек жақсылық тілейміз. Босағаларыңызда бақ болсын. Осындай Рауантайымыздың Асқартау әкесі қос отызды 60 талқымдап, Айсұлтандай ұлы осындай мұсылмандық міндетті өтіп жатқан кезде тамшыдай болса да үлесімізді қосайық деп келіп отырған жайымыз бар. Енді бізге өнерпазға жампоз болу, ол да бір білімділік ағайын. Олай болса, біз ән салып атқан кезде, әй бүйдеп қойып отсаңыздар, ортаны ұйқастары оғылан болмасақ та, қол бастайтын қобыланды болмасақ та, ән салып атқан Алатау серілер балаларыңызға шапалақтың шарапатын тигізіп отырыңыздар. Көненің көзіндей боп көрінеді, бойынан қазақылық төгіледі. Қалың Тарас қошеметпен қарсы алса егер, ән салсын Алатау серілер дейміз. Жасасын Өзбекстан деп қуып кетсең соңында. Ойнайды. Той құтты болсын, молодцы. Қазағымыздың мақтанышы болсын. Билейміз, асықпаңыздар. Кетпеңіздерші, Құдай үшін тараздықтар. Мені сонша жерден алдыртқан кезде менің абыройымды төкпеңдерші. Өйткені мен білем да Таразда ұзақ отыру деген жоқ. 707 13 регион. Хамид, сенің машинаң ба? Алсаяна X-ситті. Таразда да бар X-сит еще. Хамиджан Алматтан, тонау Шымкенттен арнайы ат терлетіп келіп отыр. Осы Рауанжанды Шымкентке, Сарағашқа, Жетісайға алдыратын осы Хамид. Бәріміз осы Хамид асырап жатыр. Үстімізден сындырып. Ойнайды. Қадірменді ағайындар, мына жерде дүбірлі думанды тойға ерекше сый-сияпаттарын дайындалып келіпті. Қазақта бір жақсы аталы сөз бар ғой, тапқан таянғанның бәрі тек қана тойға шашылсын деп. Мына жерде енді той иелері дайындаған керемет сый-сияпаттары бар. Бүгінгі тойда лотерея ойнатылатын болады. 20 ең қымбат сыйлық. Ең бірінші орынға 10 сотық жер. О дейді, жері жоқ, шыңғыр жібет байғыз. Қаяқтан деп сұрасай, өрнек жақтан ғой. Иә, жоқ деп бәт, сан кім берейін деп жатыр, 10 сотық жер. Енді мынадай керемет 20 сыйлық бар, одан бөлек ең главный приз бұл енді керемет сыйлық умраға, қажылыққа, 2 адамға жолдама. Шабала, құрмет, қошеметтеріңіз. All inclusive самолетпен барып, гостиницаға тұрақтап, өзіңіздің кіші қажылығыңызды өтеп келуге толық мүмкіндіктеріңіз бар. Бүгінгі тойдан ұтып алсаңыздар. Дұрыс па? Осынау бір керемет мерекелік осындай дайындаған сый-сияпатқа сіздер лайықсыздар. Сондықтан да тойдың аяғына дейін отырсаңыздар, осындай керемет сыйлыққа сіздер иеленесіздер. Олай болса, мына жерде керемет сый-сияпатымыз бар. Жалпы тойға негізі кез келген той болсын, концерт болсын, әйел адамдар күшті дайындалып келеді. Прическа жасап отыр ғой. Новый көйлек алады. Біздерде ер адамдарда новый көйлек деген болмайды бізде. Бізде 2-ақ көйлек бар, ұзын жең, қысқа жең. Бізге новый керек жоқ. Бізге самый главный жағасы мен жеңі керек болады. Таза болса болды. Маған кейде әйелім айтады, сен тойға барасың ба дейді, мен иә деймін. Көйлегіңнің үстінен пиджак киесің ба дейді, мен иә деймін. Онда көйлегіңнің алдын ғана түктеп берейінші дейді ғой. Осы тұрғанда алды күшті болып жатыр, арты быт-шытандай, сағыз, сия, быт-шыт болып жатыр. Сондықтан да бүгінгі тойға лучший прическа номинациясы бойынша керемет прическа жасап келген қарындасымызға береміз. Кім прическа жасатып келді? Лучший прическа. Так, мына столда лучший прическа. Мына столда полный алба-жұлба. Ойнайдым. Лучший прическа кім жасатты? Кәне, кім барды? Қаяққа барды? Кәне? Кім? Арайха. Вау!
Арай, жаным сен барсың ғой. Күйеуге шыққанға дейін жаман құтырып жүретін едіңсің инстаграмда. Қалай күйеуге шықтың? Вообще успокоилась. Родила? Десең. Қойшы, кого родила? Десең. Қыз ба, бала ма? Кәне? Кім оны родила? Наума жолдасыңыз? Шапалақ құрмет қошеметтеріңіз. Арай ғалым қызы арнайы Шымкенттен келіп бүгінгі тойға қатысып жатыр. Прическаңыздың аты Арай. Просто прическа ма? Прическаңыздың аты американский локоны деп аталады. Мынау сізге шапалақ құрмет қошеметтеріңіз. Күшті болып қапты, құдай жаным. Темекіңді қойдың ба, Арай? Сен ойне айтам. Просто жолдасы шошып кетпесін. Айкысқа көштім десе, Виноградовыйға десе. Так, лучший женский костюм. Бүгінгі тойға обязательно қыздар новый киіммен келді. Өлді дегенде новый киіммен. Кәне, қайсы? Өткен тойда мен кие алмайым өткен тойдағыны деп новый киім алып келген. Кәне, атың кім сенің? Жансая. Жансая, кімсің сен? Құрдастар. Кімнің құрдасы? Рауанның құрдастарының келіншегі, е? Кім болып жұмыс істейсіз? Мен бұл декреттеу. Мен декреттеу? Не айтып отырсың сен? Декреттеу. Декреттемін десең, нешінші балаға декрет? 4 бала. Қойшы, не болды сонша? Ойын көтере алмай жүрсің ба? Может, күйеуің ойнап істеп жүрген шығар десең. Ал, қалжың, мынау сізге керемет костюміңіз үшін. Құдай берсе келесі тойда жаңа көйлекпен кездесейік. Күйеуіңді асырап отқан қайсысы? Күйеуің қайда? Күйеуім стоматолог. Қане бәсе, бүйтіп андай 32 тісін көрсетіп күліп тұр ғой кәдімгідей. Анда тісіне реклама ғой. Венера қанша болып жатыр, Венера? Біздің қатын Венера салып бер аузыма деп бір қатын сұрап жүр менен. Не ол Венера деген? Винир. Венер айтпақшы, я. Сіздің гонорарыңыздай болады ғой. Ойба, қой құрсын. Одан да қатынның жағын алып тастайын, атасына айт. Дұрыс па? Жағын алып тастап, маска кигізіп берейін. Бізде карантин деп айтам ғой. Алматыдан, Астанадан ат терлетіп бүгінгі тойға қуанышқа ат салысып әуезді әндерімен сіздерге керемет көңіл күй сыйлау үшін келіп отырған тағы да бір қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Нұрсұлтан Нұрбердиев. Ұлдарыңызды ортаға шақырайын. Әдемі әнден жіберсін. Қайрат Әділгерей, ассалаумағалейкум, той құтты болсын. Осындай той баршаңызға жұғысты болсын. Мекемтас мырза, Айсұлтан Батырдың той. Апа, жүрегіңіз елжіремесін, қуаныштан жылап жатса, мамасы, апасы да жылап жатыр, әпкесі. Рауанжан, болды, босама, бәрі жақсы ғой, неге жылайсың құрғырды? Үйің бітеді, скоро бұйыртса, бәрі нормально. Неге сонша нетесің? Уже октябрь полный сенде. Не жетпей жатыр саған? Болды, Рауанжан. Рауанжанға бір құрмет, қошемет, достары. Енді осы күнге кез келген ер азаматтың арманы ғой, ата-анасына осындай той жасап беру. Осы күнге қалай жеттім, не болып кетті өз аяқ астынан, ішіп жүредім бе деп ойлап жүрген ғой. Қазір енді міне Құдайға шүкір ақиқатын тауып, Алла жолында 5 уақыт намазы бар, бір пачка темекі шегеді күніне. Сен айтам. Рауанжан, босама. Данадан елші шықырсың. Болдың ба, Рауан? Шықпай айтасың ба? Болды. Бәрі жақсы болады, уайымдама, ақылкем. Атаңа не көрсетсең, соны көресің дейді қазақ. Міне әке-шеңе осындай құрмет көрсетіп жатсың, Құдай бұйыртса осы болашақта болатын ұл қыздарыңнан, қазіргі ұлыңнан осындай жақсылық көруге Алла нәсіп етсін. Құдайға шүкір, сен үлгердің, Құдайға шүкір. Қаншамасы қазір іште қынжылып жатыр. Ата-анамызды деп мен жылап жатсам бұл жерде, көне айтам. Ал енді ары қарай кешімізді жалғастырайық. Шоу балет қазына Рауанның көз жасы биіменен. Поехали. Рауанжанның осылай абыройын асқақтатуға келіп отырған қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, соңғы кезде көптеген әндермен сіздердің жүректеріңізден орын алып жүрген «Мамау, әкемнің қанын ішкен» деген әні бар. Ойне айтам. Әділет Жауғашар ұлдарыңыз ортаға әдемі би. Той құтты болсын.
рахмет Қайреке. Көке рахмет. Ассалаумағалейкум ардақты ағайындар. Қуанышқа қош келдіңіздер. Той сіздерге де жығысты болсын, сосын маған да жығысты болсын. Аңғай келсе аумин деп қойыңыздар. Бір тойға келген адамса, о деп қойсаңыздаршы. Ой, рахмет. Той Рауанжан, братан, құтты болсын тойыңыз шын жүректен. Аман жүріңіз, бар болыңыз, нар болыңыз. Көкем шын жүректен құттықтаймын. Ой, көкем тойына даңғыл деймей жатыр ғой. Айсұлтанның болашағы жарқын болсын. Тараз десе ең бірінші осы көз алдымызға Армани келеді. Армани қайда екен? Арман Жаналиев, қолдарыңызды. Умраға жолдама берейін деп жатыр. Рауанның өзі Аллаға шүкір барып келді жақында. Молодец, кезінде бірақ жаман ішкен ғой Рауан. Білесің ба, Қайреке? Ол енді өткен адамның Шәкәрім атамыз айтады осындай кезде. Өтірік айтпашы. Біз айтамыз ғой. Ішіп жүріп, намаз оқып кеткен адамдарды біз ана өткен кезіндегі қателігін бетіне басып, соны айтқымыз келеді. Сол негізі дұрыс. Айтшы тағы не істеді десең, оны айтамын. Ойнап айтамын, ол ондай емес. Сол кезде Шәкәрім атамыз айтқан екен. Отырыңыздар, умра, аға, умра. Умра, аға. Аға, умра. Сол кезде Шәкәрім атамыз баяғыда айтып кеткен екен. Сонда бұндай нәрсе әуелден бар екен. Ескі иманды отқа тастап, жаңа иман алған күн дейді. Сондықтан да осындай нәрсені біз барынша соларға қарап бой түзейік деп кәдімгі жұма намаздағыдай уағыз айтып тұрған жоқпын ба? Кеттік, давай, енді не істейміз? Енді мен бағана мен лотереяда біраз ойындарды ойнаттым, сыйлықтарды. Күшті керемет сыйлықтар болды. Ендігі кезекте анау тұрған 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сыйлық бар. Және де ең үлкен сыйлық, соның барлығын сразу ойнап тастайық, умраға жолдама дейді. Мекемтас ағамыз, құдай жүрек. Аман жүр. Ал, Арманжан, мен бағана осында құттай балаларды шығардым, осы әулеттің келіндерін шығардым, апасын шығардым. Неге? Кім шығарамыз? Айналдырып неткенге. Енді бірінші Рауан папасы алсын. Енді ол кісіге сенен Папасы да алды. Алып қойды ма? Қанша грамм десең? Онда кім алған жоқ? Осы кім Теміртас шақыршы? Теміртастың бағы шпагат отырған жігіт ба? Страшно. Естідім жаңа. Теміртас десе Теміртас екесін депті ғой. Красавчик ал. Теміртас өзің бісміллә деп. Артпен қарамаңыз халыққа. Жерде ең керемет кітап бар. Бұл кітап шынымен де адамзаттың асыл тәжі. Құран кітап ба? Пайғамбарымыз туралы өмірбаян, мұғжизалары. 240 номер. Кітаптың жеңімпазы 240. 240 номерлі лотерея иесі. Наурыздардың дастарханы 240. Кеңіз мұ? Сіз халал тойдасыз, біріншіден. Көлегін жартысын киіп келгенсіз ма? Жоқ, әдемі екен көлегі. Мынау кітап сізге, Құдай бұйыртса, біздің неде осы Шымкент өңірі Алматыда, Арыста талай тойда кездестік. Осының фамилиясын дұрыс айта алмаймын. Бисекбаева дей берем, Бисенбаева дей берем. Негізі шын фамилиясы Пак. Десең ойын айтам. Басымбекова. Пак. Басымбекова. Әнші қыз ба? Иә, әнші қыз. Шапала құрып қойыңыз. Әнші болмаса мынадай көйлек киемі? Жоқ, кие береді ғой біздің Таразда. Кимейді. Жақсы, аман болыңыз. Ал, рахмет, Гүлеке. Айналайын. Аман жүр, Ақылкем. Ішпе. Негізі әр подаркеге сай адам ұтып отыр ма? Иә, сай адам ұтып отыр. Бұл кісіден кітапхана шығу. Кітап сата ма? Ал, вообще оңған жоқ қана кісі. Корейский кітаптар ма? Оқымайды да оны вообще. Енді қайсысы? Әріп танымайды ғой. Ал. 106. 106-шы лотерея номер билет. Қай дастархан? 106. Таныстырайын, бұл Рауанның досы. Бұл жігіт қазір өте бір қиын заманда жүр. Өйткені үй соғып жатыр. Бір шапалақ ұрып қойды. Аман есен. Үй соғу оңай емес, қуандық. Молодец. Құтты болсын. Аман бол. Енді Құдай бұйыртса, сенің шаңырағыңа біздің керемет сый сияпатымыз. Сен келіншегімен келіп отырсың ба? Қош. Сағыныш қайда? Орнынан тұрып қойшы, Сағыныш. Ай, қижаптама не? Ой, жаным, құтты болсын. Сағыныштың ең жек көретін досы Бауыржан Зорбай. Өйткені екеуі барған кезде іш киім теріс киіп ұсталып қалған деп ойнадым. Кетші сондай болған ба не? Әзілдеп отырмын. Бұрында болған қижап жоқ кезде. Келесі подарканы алып келсе, тас болады. Екеуін де алып келе ғой. Тас болады деп кешірім сұрайын. Тас бол десең. Тұрған жерде қатпаса. Ақыр заман ба? Рауан кесейші, умра қал деді. Енді умраға жолдама бұл енді қалай деп айтсам екен? Бір адамға ма? Бұл жолдаманы мысалы Дубайға 2 адамға путевканы ұтатын болса, я болмаса Түркияға 2 адамға путевканы ұтатын болса, бұл енді шынымен де қалай деп айтсақ екен? Бұл
бір сәттілік деп айтуға болады. Ал егерде умраға шын мәнінде осындай жолдаманы отқан болса, бұл енді сәттілік деп айтуға болмайды. Бұны енді бір Құдайдың бұйырмысы. Қайреке, Қабылдауға болады. Қайреке енді айтқан Өйткені бұндай керемет сый-сияпатқа мысалы көп адам қолы жетпейді. Шынымен де түн демей, күн демей, таңғы намазы болсын, 5 уақыт намазында осы умраға барып, Қағбаны өзі-өзімен көрейінші деген қаншама жүрек жарды мұсылмандар осыны тілеп отыр. Қазір тілемей-ақ та біреуге бұл нәсіп болайын деп отыр. Дұрыс па? Ал, рұқсат болса, бісміллә, енді бала ғой, періште ғой. Айналдыра айтқан. Иә, періштенің қолы Рауанның баласы ерекше. Иә. Қараш, 7 саусақ. Ойнайды маққа екен. Құдай сақтасын, әсілеп отыр мама. Мен мама ұрайын деп отқан, мен точно қажылыққа бардым ма? Бет екеніңізді. Бұл да барды ма не? Сіздер не істеп жатсыздар? Айсұлтан, өзің біреуін ала ғой. Ал, кімге бұйырады екен? Біреуін ал. Біреуін ала ғой. Аш жүрсің. Өз оқысыншы. Тілі шыққанша күтейік десең. Онда Рауанның өзі айтсын енді. Қанша Рауан? 87. 87! Мамасына сыйға тартыпты ғой, ә? Осы жігіт негізі бүкіл жігіт білет, әсет қанша уақыт армандап жүретінші. Мен барған кезде бізге бір дұға тілеп қойш, мен шақырсыншы деп, мында қан риза болып тұр. Бір кішкене музыка ғой, жылағысы кеп тұр негіз. Жылап ал. Бір шабала құрмет қой. Сапарың оң болсын. Ұлы сапарға аман-есен барып, аман-есен қайтып беруге Алла нәсіп етсін. Микрофонды Әсетке бір ауыз беріп, бұл жігіт негізі көп кезде тілеген екен, дұға еткен екен. Сол Рауанда қызық болып тұр бізге. Өзің бір-екі бөліссең, қалай дұға еттің? Тойға негіз басталардың алдында бір 15 минут бұрын келдім. Той басталғанда умраға путевка болады деді, сыйлық. Сосын құптанның уақытысы кірді. Сосын құптанымды оқыдым да, сол жерде дұғамды тілеп, жаңағы сыйлықтар беріліп жатқаннан кезде намаз оқып жатқанда лаббайк Аллахумма лаббайк лаббайк ла шарика лак лаббайк иннал хамда ва ниғмата лака вал мульк ла шарика лак. Соны айтып оттым, Алланың қалауымен бауырыма да айтқам дұға тілеп қойшы деп. Алланың қалауымен бұйырған екен. Шапала қошемет тұрып қойыңыздар енді. Айтамын. Қазір қонақтардың арасын айта алмай қалам. Рауан, папа, мама енді ортаға шығасып, серьезно әңгіме айтып тұрсам, қазір ешкім түсінбей қалуы мүмкін, әзілдің адам болғандықтан. Тойларыңыз құтты болсын. Артық кетіп жатсақ ренжімеңіздер. Рауанның көңіліне үшін қолымыздан келгенше қалай күлдіре аламыз, солай күлдіртіп жатырмыз. Халал тойды келіп бұзып кетті деп ойламаңыздар. Аллаға шүкір, біздің де жүрегімізде кішігірім болсын иманымыз бар. Енді Алланың алдында кім қандай дәреже екені Алланың өзі шешеді. Ең бастысы Рауан бауырымызды жаңа әзілдеп жатырмын, өте иманды жігіт. Қаншама той басқарып жүрсе де, қазір тек халал той басқарып жүр. Ең бастысы ата-анасын сыйлайтын жігіт. Ата-ананың разылығы Алланың разылығы дейді. Әрқашанда Рауан, жасың ұзақ болсын, келінмен бақытты бол, өсіріп жатқан ұл қыздарының қызығына тоймай, иманды, салихалы, қари, хафиз ұлдардан болсын Құдай қаласа. Осы жерде тұрған біздің папамыз аман болсын. Осы папалардың арқасында, аналардың арқасында осындай ағайын туыстың алдында абыройлысын, достардың алдында абыройлысын. Тойың құтты болсын Рауан. Әрқашанда тойыңда да жүрсек те, алыста жүрсек те саған жанашырмыз. Той құтты болсын. Рауан бауырымызға шапалақ қошемет тұрып қойыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Сыйлап, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Әр саланың адамдары отыр. Салаларыңызда тек алға басып, кәсіптеріңіз жүріп, Тараздың экономикасын көтере берейік. Жамбыл облысын көкке көтерейік. Аман болыңыздар. Той құтты болсын. Енді мына жерде өнердегі ағалары да осы ата-анасының осындай қуанышына ортақтасып келіп отыр. Құрмет қошеметтеріңізбен деп скорый шақырыңдар деп көтсең. Қарсы алайық. Жігер тобы, ностальгия, шапала құрмет қошеметтеріңіз. Ішінде мен құрдасым бар, дос болды. Ей, жан досаға. Рахмет, құрдасым келе қойшы. Уже иш шығып жатыр бұда. Досаға мойнаудай. Қош келіп жатсыздар. Енді мына жерде баршаңызды әдемі ортаға биге шақырамыз. Келе ғой. Ассаламалейкум. Жерлестер, Тараз туған жер той құтты болсын. Той қыласын. Бәрекелді. Рауан көп рахмет. Мінекей мына қуанышына тойыңа өзің арнайы шақырып, қаншама осындағы өнерде бауырларымыз, достарымыз, жерлестер, інілеріміз, ағаларымыз барлығын. Апайнал Айсұлтанның шалбар емес походу ше. И ременде, бұда ремен жоқ бұл балада. Соны біз кемес екен. Біздің кажагымыз қап кетті.